Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Рубик текшесін құрудың бірінші сабағын бастаймыз. Рубик текшесін құру барысында мен сіздерге экран бетіне шартты белгілерді белгілеп отырам, көрсетіп отырам. Сол бойынша сіздер қағаз бетіне түсіріп жаттап алыңыздар. Текшені тез құрау үшін алгоритмдерді негіз жаттап жүру керек. Енді қазір сіздерге оңай болсын түсіндіріп өтейін. Мысалға біздер ақты жоғарына қойдық. Яғни бұл жоғарғы беті болып саналады. Мынау асты, оң, сол, арты, алды. Алдын фронт деп атайық. Енді сол шартты белгілері былай болады. Оң жақ болса О, яғни О бір қадамға айналдырамыз. Енді айналдыру бағыты сағат тілімен көрсетіп отырамын. Яғни біздер былай қарай бұрған кезде, міне былай бұрдық, сағат тілімен бір қадам жасадық. Оң бағытын. Яғни О, ал енді керісінше сағат тіліне қарсы бұрайтын болсақ, міне орнына келді. Оны мен штрих белгісін белгілеп кетемін. Ол кері деген мағынаны білдіреді. Яғни сағат тіліне қарсы штрих белгісі әріптің жоғарында мынандай сызықша тұрады. Экранда көрініп тұрғандай. Яғни түсінікті да, оң бір қадам, О штрих оңды кері бұрадық деген сөз. С сағат тілімен, міне сол жақты дұрыстап қарасаңыздар, былай болады сағат тілі, міне. Сондықтан да бұл керісінше бұралады, міне. Оңды былай бұрсақ сағат тілімен, ал мынау міне былай қарай бұралады. Яғни С, ал кері сағат тіліне қарсы бұрайтын болсақ, С штрих. Мынау фронт деп айттым ғой жаңа. Ф штрих. Керісінше бұраймыз. Түсінікті болар деп ойлаймын. Құрастыру барысында түсініп аласыздар өздеріңіз. Енді біздер мына Рубик текшесін бұзып алайық. Маңызды емес, әртүрлі бағыттарға бұрап, айналдырып бұзайық текшені. Сосын бірінші сабағымызды бастаймыз. Бірінші қадамымыз. Қадам-қадамға бөліп отырам. Бірінші қадам біздер жоғарғы жағына орталықта әкеліп қойдым, міне. Орталық ақ түс, жалпы ақ түстен бастаған дұрыс. Міне ақ түске қарама-қарсы сары түс. Ақ түстен бастаған дұрыс. Оңай болады. Ақ түстің қасына біздер қазір қосу таңбасын жасауымыз керек. Қосу таңбасын жасау үшін мына қабырғалар ақ түсті болу керек. Қалған бұрыштары ақ болса, ол маңызды емес. Бізге мына қабырғаларды ақ етіп қою керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін жоғарғы жақта, мына жоғарғы жағы ақ түс тұр. Енді кішкене сәл бұрып, фронт деп атадық жаңа, фронт алдына қараймыз. Алдында қарағанда бірінші, екінші, үшінші қатар тұр, міне. Сол ортаңғы қатардан, яғни екінші қатардан ақ қабырғаларды іздейміз. Мына жерде біздің ақ бір қабырғамыз тұр. Осы ақ қабырғаны мына ақ түстің қасына қоюымыз керек. Ол үшін оң О шартты белгісін белгілеп қойдым. Яғни бір қадамға сағат тілімен бұрадық. Енді екінші мына жағына, мына жерге ақ түстерді қоюымыз керек. Тағы да сол екінші қатарды қараймыз. Бізде мына жерде жоқ. Енді қалған жақтардан іздеуіміз керек. Ол үшін төменгі екі қатарды қатар бұрып іздеуге болады. Былай етіп, немесе түгел Рубик текшесін бұрып қарауға болады. Біздер мына жерден көріп тұрмыз. Ол ақ қабырғаны мына жерге қоюымыз керек. Ол үшін С штрих, яғни сол жағын сағат тіліне қарама-қарсы бұрамыз. Сонда біздің ақ түсіміз мына жерге келді. Тағы да ортаңғы қабаттан іздейік. Міне тағы да табылды. Дәл сол сияқты С штрих. Яғни сол жағын сағат тіліне қарсы қойдық. Тағы да келесі ақ түсті іздейміз. Міне мына жерде тұр. Ол үшін біздер мына жерге қоюымыз керек. Ақ түсті
біздің бірақ та мына жерде ақ түсіміз бар. Сондықтан да жоқ бағытын осы бағытқа әкеліп алуымыз керек. Ол үшін жоғарды бұрайтын боламыз. Міне қараңыздар. Сағат тілімен, яғни міне Ж деп белгілейміз. Ж1, Ж2 рет белгілейміз сонда. Жоғарды 2 рет бұраймыз. 2 қадам жасаймыз. Және оң жақты бұрап жоғарға әкелеміз. Ж. Сонда біздің жоғарғы беттегі қосу таңбамыз шықты. Егер де екінші қатардан ақ түсті таба алмасақ, біздер бірінші қатар және екінші қатардан ақ түсті іздейтін боламыз. Ақ түсіміз міне бірінші қатарда тұр. Ондай кезде қалай етеміз? Ол кезде біздер мына ақ түсті оң жаққа немесе сол жаққа түсіріп алуымыз керек. Біздер оң жаққа түсірейік. Міне оң жаққа бір қадам фронт айналдырдық және жоғарды Ж штрих, яғни сағат тіліне қарсы келтіріп аламыз. Сосын оң жақтағы ақ түсті жоғарыға қоюымыз керек. Бір қадам оңды бұраймыз. Келді. Енді мынандай жағдай болуы мүмкін. Ақ түсіміз 3 қабырғасы келіп тұр. Енді бір қабырғасын екінші қатардан және жоғарыдан іздейміз. Бізде 3 қатарда да жоқ. Яғни ақ түсіміз төменге кетіп қалған екен. Міне төменге кетіп қалған жағдайда оны біздер жандарына шығарып алуымыз керек. Ол үшін міне жоғарды кері фронтты бұраймыз. Мына жаққа келді және фронтты бұраймыз мына жерге. Сосын оны төменгі қатарды бұрау арқылы немесе оны былай қарай бұрып, сосын сол жақты бұрап жоғарыға көтереміз. Сонда біздің қосу таңбамыз шықты. Түсінікті болған болар деп ойлаймын. Түсінбей жатсаңыздар, тағы да комментария жазыңыздар. Тағы да қосымша түсіндіріп өтемін. Сонымен бірінші қадамымыз аяқталды. Қосу таңбасын жасадық жоғарына. Енді ары қарай екінші сабақты келесі бөлімде айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, келесі сабақтарды жіберіп алмау үшін. Және подписаться мәзірін басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.